Сәлеметсіңдер ме, балалар? Суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте балалар арасындағы тілдесу қалай жүзеге асқан? Жарайсың. Ал екінші суретте ше? Жарайсың. Үшінші суретте? Жарайсың. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы желіде тілдесу. Бүгінгі сабақта біз үйренеміз. Тілдесу және желіде тілдесу ұғымдарымен танысамыз. Желідегі қоғамдастық туралы біліп, тілдесу барысындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды үйренеміз. Тақырыпқа байланысты сөздікті оқушылар дәптерімізге жазып алайық. Интернеттегі қауіпсіздік. Безопасность в интернете. Интернет security. Оқушылар, күнделікті өмірде тілдесудің және қарым-қатынас жасаудың маңызы өте зор. Тілдесу арқылы ақпарат алмасамыз, білімімізді арттырамыз, ой-өрісімізді кеңейтеміз. Желінің дамығаны соншалық, қазір тілдесу электронды байланыс арқылы жүзеге асуда. Интернет арқылы адамдар арасында хабар алмасу, тілдесу жеңілдеді. Бүгінгі таңда интернет желісін пайдаланбайтын адам кем-де-кем. Интернет желісін пайдаланушылар әртүрлі интернет қоғамдастығының мүшесі бола алады. Интернет қоғамдастығы дегеніміз желінің пікірлері мен ойлары ортақ қатысушылары. Интернетті пайдаланушылар тілдесу үшін әлеуметтік желілер Facebook, Instagram, бейнеконференциялар, Zoom, мессенджерлер, WhatsApp, Telegram, форумда бір немесе бірнеше тақырып бойынша бірігіп, өзара ақпарат алмасу мүмкіндіктері бар. Электронды почта және басқа да электрондық байланыстарды пайдалана алады. Интернеттегі негізгі қауіптер. Пиғылы нашар адамдардың ықпалына түсіп қалу. Желідегі зиянкес вирустық программалардың компьютерге қауіпі. Алаяқтардың арбауына түсу. Кибербуллинг. Желіде біреуді мазақ ету, қорқыту. Желіде сақталынатын қауіпсіздік ережелері. Бөтен адамдарға мекен-жайыңды, телефон нөміріңді, ата-анаң туралы мәлімет берме. Бейтаныс мессенджерлерден келген хабарламаларға жауап берме. Үлкендердің рұқсатынсыз бөтен сайттарға кірме. Бейтаныс адамдармен сөйлесу кезінде веб-камераларды пайдаланба. Интернеттегі қылқамалы хабарламаларға сілтеме баспа. Электрондық поштаның хабарламасына немесе әлеуметтік желілерге өзің жайлы құпия ақпаратты қойма. Сайтқа құпия ақпаратты енгізбес бұрын веб-парақтың HTTPS-тен басталатын адресіне назар аудар. Адрестің алдында қауіпсіз қосылымды көрсететін жабық құлып белгішесі болуына көңіл бөл. Әлеуметтік желілердегі байланыс қауіпсіз болу үшін бекіту тапсырмалары. Адамдардың тілдесуінің маңызы қандай? Интернетте тілдесудің пайдалы, зиянды жағы бар ма? Интернет желісінде тілдескенін кезде қандай қауіпсіздік шараларын сақтау керек? Жарайсың. Бүгінгі сабаққа рефлексия жасайық. Сөйлемді аяқтайық. Мен білетін едім. Мен бүгін білдім. Білгім келетінім. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.